Ассалаумағалейкумдер, армысыздар, YouTube арнасының көрермендері. Сіздерге көріп отырғандарыңыз үшін зор денсаулық тілейміз. Сіздермен мен Мереке Ешман. Біздің кезекті бүгін Жолшыбай жол үстіндегі сіздермен әңгіме дүкенімізді бастаймыз. Бүгін 17-ші жұлдызы, қазан айының далада сынап бағанасы 21 градус, Жаңаөзен Ақтау трассасы. Батыс Қазақстанның уақытымен 18:32. Ал әрі қарай не айта береміз? Біздер енді Жаңаөзеннен шығып кеттік, жаңа бірталай километрді артқа тастап қалдық жобамен. Енді Жетібай кентіне жақындап қалдық. Жетібай кентін өздеріңіз жақсы білетін шығарсыздар. Жетібайды негізі мұнайлы ауданы дей ма, соны комментарийға жаза қойыңыздар. Негізі Жетібай деп айтпайтын сияқты, мұнайлы ауданы деп атайды-ау деймін осы. Нақтырақ менің білуімше, сіздердің білулеріңіз қалай? Соны комментарийға жаза кетіңіздер, біліп жатсаңыздар нақтырақ. Мынау Маңғыстаудың сары даласы, енді биыл ана осы не дейді, жаңа малға қиыншылық болды ғой, енді мына даланы көріп тұрсыздар. Сары дала, енді биылға осы мен естуімше, нақты өзім көріп, қолыммен ұстап алған дүнием емес. Бұйырса енді жаңбыр жауатын осындай бір құрылғы алды деп естідім. Мен енді жаңалықтарды ондай біреуден, жаңалықтарды мен көптеген адамдардан естіп біліп алам, нақты ақпараттарды. Ал былай өзім жаңалық қарап, ондай телевизор қарап, ондай ешнәрсе, ондай әуестенбеймін жаңалық қарап ондайға. Сіздер жаңалықтарды қай жақтан естесіздер, оны да жазып кетіңіздер. Көбінесе енді кейде бір Инстаграмнан шалып қалам осы соңғы жаңалықтарды. Анда-санда бір енді Қазнетте қандай бір жаңалықтар болып атады, сол сияқты. Қазір осы мына Маңғыстау даласына осылай жауын жауатын аппарат келді деген естідім. Сол рас өтірік болса, соны да комментарийға жаза кетіңіздер. Біз біліп отырайық нақтырақ. Рас өтірігін. Сол енді биылға мына ауыл шаруашылыққа қиындау болды. Енді мен өзім зерттеп білуімше андай бұл жерге жем шөп деген жем мына солтүстік Қазақстан, Қостанай сол жақтардан келу керек. Ал шөптер мына Ақтөбе облысынан келіп жатыр. Ақтөбеден ойыл дейді, Қобда, Орал жақтан. Шөптің осы соңғы бағасы мен білуімше Жаңаөзен қаласында 1700 болды, Маңғышлақ қаласында 1400-ден болды. Ал ценалар қандай болып жатыр, соны да айта кетіңіздер. Енді тағы өсіп жатыр деген мен естідім аз-маз. Оның себебі, енді себеп салдары болады ғой әр нәрсенің. Ол жерде айтылып жатыр, ана не дейді, жанар жағармайдың қымбаттауына байланысты баға өсіп жатыр дейді. Енді әрі қарай комментарийді өздеріңіз не ой түйдіңіздер, нені біліп жатсыздар, нені естіп жатсыздар, соны әрі қарай төменге комментарийға жаза кетіңіздер. Алдағы уақытта қандай видеолар түсіріп отырайын, сол жөнінде де нақты ақпараттар жазып отырсаңыздар, мен сол арқылы шабыт алып, сол жөнінде видеолар түсіріп отырамын, Алла қаласа, бұйырса. Ал кеттік, жарнама болсын, қызық болсын. Мына көліктің артында установка газ баллоны дейді. Нөмірін айтайын сіздерге. Газ орнату керек болып атса 8778. Қазір мен әрі қарай айтамын. 670 39 екен. 670 39 8778. Автокөліктеріңізге газ орнатқыларыңыз келіп атса, осы көліктің иесіне хабарласып, артыңыздағы келе жатқан Мереке айтып еді деп не қылсаңыздар трассадағы. Осы бір жігіт артыңыздан жарнама жасап еді десеңіздер, сіздерге скидкамен жасап береді. Дәл осы кетіп бартқан көлік. Жарнама болсын, жол үстінде жол жүргіншілер, қымбатты такси қызметкерлер деп айтайын ба? Ал әрі қарай комментарийімізді жалғастыра берейін. Осының қожайынына звондап айтсаңыздар, сіздерге скидкамен жасап береді көліктеріңізге. Менен бір жарнама болсын, әрі қарай қандай жарнамалар түсіру керек болып атса, маған хабарлассаңыздар болады. Міне Жетібай кентіне де келіп жеттік. Жетібай кенті оң жақта, сол жақта. Міне оң жағымызда терминалдар, анау мұнайдың несін құйып қоятын. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, мінекей. Міне Жетібай кентіне жеттік. Ақтау құрық 64, Ақтау 69 дейді. Енді 69 километрден кейін Ақтау, міне адам
Түк, мына адамның да кетіп бара жатқан жері ыңғайсыз жерде кетіп бара жатыр екен. Так, әрі қарай не айтамыз енді? Қыз мақсаты кету, жол мақсаты, жол мұраты жету, қыз мұраты кету деп айтам ма? Енді бізде діттеген жерімізге Алла қаласа қазір 64 километрден кейін жетеміз. Ане бір бізде күн батып бара жатыр, ане закат дейміз, осыны сондай бірдеңе енді. Мен өз білуімше. Нарада газ құятын бекет, Қазмұнай газ деген. Жетібай бекетінен шығып бара жатырмыз мінекей. Бұл жерде Маңғыстауда көліктердің регион нөмірі 12 болып белгіленеді міне. Мынандай 12 камерадан көрінбей жатыр деймін бұлдырап. Қазір ірі көліктерді көрсетемін. Мына жерде көпірден өтеміз. Бұл көпірде менің білуімше Жаңаөзенге қатынайтын темір жол бар. Маңғышлақтан Түркменге кететін, Жаңаөзенге баратын. Сол темір жолдың өтетін көпірі болу керек деп өзімше пікірлеймін. Нақтырақты енді білмеймін ол ақпаратты. Біліп атсаңыздар, онда жаза кетіңіздер. Дұрыс еместігін. Мына жерде стационарный пост болған, бұрын гаишниктер тұратын, май қызметкерлер. Қазір ол жоқ. Мама егіндай бар ма? Әне күн ұясына батып жатыр. Бұрында ана атамыз, әжеміз айтады, кеш қарайғанда ұйықтама, ырымға жаман болады деп. Со неге айтып жатыр деп түсінбейсің ғой енді. Негізі бірақ кеш қарайғанда ұйықтауға болмайды дегенде. Со менің бір естігенім ғой, ана жын шайтандардың көшетін кезде дейді да, сол уақыттарда. Кеш қарайғанда ұйықтама жаман болады дейді. Со білмейсің ғой, баласың ғой. Сол кезде айтады, неге дейміз, жаман болады дейді. Сосын мен ойлап қоям ғой, бұны сіз, сол неге олай айтады. Сөйтсем бір молдалардан естігенім. Білмеймін енді оны. Олар енді кітаптан оқиды ғой, ғылыми адамдар, молдалар. Соң айтуы бойынша жын шайтандардың көшетін кезде дейді. Солай естідім өзім. Ал кеттік, әңгіме айтайық енді, бір қызық болсын. Мынау жол үстінде келе жатырық қой. Жол жүргіншілер, мына көлік жүргізушілері бар. Әрі қарай негізі сөйлей берсең сөз жүйелене береді ғой. Сөз жүйелене береді. Қалай десе болады жаңағы. Бір шофыр көкеміздің айтатыны ғой. Кезінде шофыр болған, көлік айдаған ең кіші деген мекемеде. Сонда айтып отырады. Қаншама жол үстінде жақсылық жасаймын, маған қаншама жақсылық жасап атам, неғып атам, соң өзінде бір мен жақсылық көрмеймін ау дейді да. Сонда енді қазір ойлаймын ғой. Енді ол әркімнің өзінің ойы ғой, бірақ жақсылықтар көп қой. Тағы бір молдалардан естігенім өзімнің алдында. Негізі жақсылық көп дейді. Оны адам көре білген адамға ол жақсылықтар көріне береді дейді да. Мен өзім пікірім сонда, ол енді өзі жақсылық жасап жатыр енді, бірақ жақсылықта оған айналып келіп жатыр ғой, сол жақсылықтарды көрмейтін шығар деген сияқты мен өзім пікірім болып жатыр да.